Бүгін қонатын күн, бүгін қонатын күн, бүгін жайнайтын күн, бүгін от души дауылтырап қуатын күн, бүгін Таңшолпан досымыз үшін доказать етіп беретін күн. Негізі дос көп дос, бірақ соңында доказа қылатын осындай өзі бір кішігірім шағын достар қалады. Мен ойлаймын, сөздің басында да айттым ғой, үйдің іргетасын таспен емес, керемет осындай доспен қалаған екенсің. Сонда адамның кімнің кім екенін екі жағдайда білесің дейді, қуаныш сәтте, қайғы сәтте. Қуаныш сәтте кереметтеп қуанышты бөлсең көбейеді дейді, қуаныш сәтте міне кереметтеп бөлісіп келіп отқан осындай достарға әрқашанда рахмет, Алла разы болсын. Достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Әрқашанда кереметтей Қызылорданың төрінде, кереметтей киелі, кереметтей жаңағы табиғаты жақсы, шиелінің жерінде, соның ішінде кереметтей Наймандар әулетінде бүгін кереметтей өбелі төбелі той. Атам қазақ 30 күн ойын, 40 күн тойын тойлаған ғой. Соның міне кереметтей бүгін Таңшолпан құдай қаласа достарымен кереметтей қуанышты болды. Әрқашанда бақытты бол. Бір басын екеу осынша. Ең бастысы. Қол тойына берейікші. Екеу болып тойлайық. Сол үшін алып қойып. Ал бәрекелді. Өмірде басымыз болса да, саған басым болса да. Жоқ, Есен бауырымның тілегіне ырза болып, Есен бауырым амандық болса, осы бір кішігірім той болсын. Ертең мощный, үлкен бір тойда осындай тілегіңді сол кезде естейік бәрі. Ай бәрекелді. Соған жеткізсін. Саған бас соғылса да өмірде басым соғылмасын еш уақытта. Бәрекелді. Сөз жүр ба? Ой бұры. Жоқ, біз келесі сол тойға жатып жатса,